Кезекте ушул базардагы свежий перегон жылы жаңы унааларды көрсөтүүнү уланып жатабыз. Туугандар, бүгүн 31 октябрь 2021 жыл. Достор, каналга жазылып, лайк басып, биз аркылуу базар баасын билип туруңуздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Бул жерде ушул Camry 50 козов, чистый Carfax дейт. Дөңгөлөктөрү азыр ушул жайкы дөңгөлөктөрдө турат. Гибрид 2012 жылкы 2.5 автомат. Басы $15.600 деп. Азыр жабык экен. Биз мындай сыртынан көрүп коелу. Бул жакта свежий перегон Hyundai Sonata кара түстө. 2.4 объемдо. Сыртынан көрөчү. Hyundai Sonatаны Кореядан, Америкадан азыр өтө көп алып келишип атат. Монитор, задний камерасы бүт, комплектация бар. Буларды эсептеп ченеп отуруштун кереги жок. Бүт маалыматтар болот буларда. Hyundai Sonata кузовунда бир да жеринде жумушу жок дейт. Жылы 2015 автомат. $12.800. Кийинки бул жактагы автономдуу баштайбыз. Lexus ES 300 екен. Кара түстө 2014 жылкы 2.5 гибрид автомат $21.700. Расход жүзүнө 5-тен 7-ге чейин деп жазыптыр. Азыр эси дагы бар экен. Мына отурмуз, салон тартып коелу. Кореядан келгенби же Америкаданбы? Америкадан келген, Америкадан келген, үстүндө люк бар. Ушунда жаңы Lexus'ка кызыккан көрүүчүлөрүбүз болсо, жакшылык көрсөтүп коелу. Свежий перегон артыңкы бамперинде парктондоги бар. Кийинки бул жерде дагы свежий перегон Kia K5 учетко коюлуптур. 2012 жылкы только заводской газ менен экен. Басы $8.800. $8.800. $8.800. Toyota Prius, бұл свежий перегон. 134.000 км жүрген, 2015 жылкы 1.8, $12.800. $12.800. Ушул эле Kia K5'тин ак түстөгүсү. Бул свежий перегон, дөңгөлөктөр ушундай азыркы жайкы дөңгөлөктөрдө турат. Салону кара түстө кожа. Учетко коюлуптур. Кыргыз номерде турат. Жылы 2018, заводской газ экен, только 2 объем. Свежий перегон деп дагы жазып коюптур. Басы $12.500. Бул жакта кийинки Honda Servo'ну көрсөтүп кетели. 2011 2.4 срочно дейт. 160.000 км жүргөн, дөңгөлөктөрү кышкы, басы $12.300. Жакта монитору бар экен. Задний камера көрсөтөт экен. Отурабыз. Так. Honda Servo срочно сатылат дейт. Артынан бир көрүп коелу. Срочно кылып айтыңыз, канча болот? 1,5 берем, өзү дом алды, ошо сатты. 1,5 берип саласыз. Бул керек болот. Үй алдым эле. Болду. Түшүндүк. Үйгө акча керек экен, 1,5 берип салам дейт. Срочно. Арзан баада чыкты, номерге чалыңыздар. Бакын бир аз кашпасаңыз. Кийинки рестайлинг свежий перегон Camry 2016 жылкы 2.5 автомат $14.800. $14.800. Бул жерде ушул эле Camry'нин жаңысы 73 козов Toyota Camry. Бул азыр
Жабық екен есі, отырғыштары қара түсті. 2018-2019 жылғы 25-29 мың доллар. Полный комплектация. Полная комплектация. Бияқта Mercedes 821. Жыл 2007-35, автомат 11 мың доллар. Дөңгелектер азыр жайыққа дөңгелектерді. Газ установка болған бесен? Газ жоқ екен. Жоқша болды. Артыңғы бамперінде партуандығы бар. Дағы бір Honda CR-і шықты, күміш түсті. Дөңгелектері қышқы. 2007 жылғы 2.4 автомат, 128 мың километр жүрген, бағасы 11.500 доллар деді. Елдері тамақтанған кетті атышыта. Кейінке бұл жақтағы ұнан көрсетен шыққында. Kia Optima автонасы 76 мың километр жүрген, жылы 2016-2004, чистый Carfax 14.300 доллар. Салонын ашқырып қойды. Kia Optimаны дағы сұраған қамталушыларыңыз болды ле. Нашу жерде бар екен. Онан кейінке бұл жерде не деген автомат екен бұл? Свежий Paragon дейді. Kia Sportage 2016 жылғы 1.7. Самый полный комплектация дейді. 17.500 доллар. Nissan Leaf автонасы 2012 жылғы электромобиль. Дөңгелектер қышқы. Майке, бас қанша алдың? Басы 10 мың доллар деді. Свежий Paragon электромобиль. Subaru Outback. Жылы 2010-2.5 автомат. 12.300 доллар. Номері бар. Дөңгелектері жайқы. Азыр ешігі жауық екен. Сыртынан көрелі. Состояниясы жақсы. Онан кейін бұл жерде дағы бір Lexus ES 300. Состояниясы жақсы. Амалда қыралып тұр. Моторы гибрид. Жылы 2016 жылғы 120 мың километр жүріп тұр. 2.5 японец Кореядан келіп тұр. 28 мың доллар. Кейінгі бұл жақтағы мыналарды көрсетеміз қазір. Мына жақта жаңа бір BMW-дағы бар екен, қара түсті. 375 мың километр жүрген. 2006 жылғы 2.5 автомат. 7800 доллар. Бұл BMW-дің есі азыр жоғық шет, ешігі жауық екен. Қара түсті BMW. Кейінгі 211 Mercedes. Жылы 2006 жылғы 3 объем дизель 8700 доллар. 8700 доллар деп. Volkswagen T5 2007 жылғы 2.5 механикалық түстікті номері бар екен. Чалып сөйлешіп көресіздер. Ондан кейінгі бұл жерде Hyundai Santa Fe 2015 жылғы 2 объем дизель автомат 15500 доллар. Дөңгелектері жайқы. Салон ашып көрелі. Мониторы, задний камерасы бар. Азыр пробег бияқта жазып тұра өлі? Бияқтан көрсек болады. 카드를 넣어주세요. 216 мың километрді көрсеп жатады. Состояние жақсы. Hyundai Santa Fe жаңысы. Бұл жақта 2 Prius'ты көрсетейін. 2015 жылғы 1.5 автомат деді. Бағасын жазбай қойып тұр. Ондан кейінгі Prius'ты сұрайыншы. Свежий Paragon 2015 1.8 автомат. Байланыш номері.
дөңгөлөктөрү жайкы. Салонун көрөлү. Бас канчалык экен? Артынан көрөлү. Арты жакшы, артында жумушу жок. Бас канчалык экен? 11,5 миң сурап жатат. Мына жанында да ситки да. Канчалык? 10,5. 10,5 дет. Жанагы сураган ушул болчу, 10,5 миң дет. Бул $11,500. Свежий перегон, дагы бир рестайлинг 50 кузов Camry 2015-жылкы 2.5 автомат $13,800. Дөңгөлөктөрү жайкы. Азыр салонду ачып көрөлү. Полный электропакет, подогрев сиденья. Мына кейін бұл жерде қара түсті Toyota RAV4 автомасы. Жылы 2017, 2.5 автомат. Басы сізге қарашы өзгерек, $20,000. $20,000 дед. Байланыш номері. Мониторы бар, состояниясы жақсы. Максимальный скорость 820,000 км чейин екен. Подогрев сиденьясы жоқ, обычный экен. Задний камера, мониторы бар.